Армысыздар құрметті көрермендер, студияда лицей жаңалықтар топтамасы. Сіздермен 8-ші Б сынып оқушысы Садықбай Амира. Бүгінгі жаңалықтарда көретіндеріңіз жетістіктер айдары. Республикалық жарық жұлдыз балалар өнер байқауының ұйымдастырылуымен Art Dance атты би фестивалінде өнер көрсеткен үшін Қазақ би Әйгөлек Еркесылқым би тобы бас жүлде дипломмен марапатталды. Республикалық жарық жұлдыз балалар өнер байқауының ұйымдастырылуымен Art Dance атты би фестивалінде талантты да дарынды шәкірттерге шығармашылық қолдау білдіріп, педагогикалық еңбек жолында жас ұрпақтың бойына азаматтық, рухани адамгершілік, эстетикалық тәрбие қалыптастырғаны үшін Мәлік Айнұр дипломмен марапатталады. Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы 2023 жылғы жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының облыстық кезеңінде информатика секциясы бойынша 3-ші орын дипломымен Мырзахан Нұрасыл марапатталды. Жетекшісі Боранбай Айдана Ерболқызы. 2-7 сынып оқушылары арасындағы зерде республикалық зерделеу жобалары конкурсының облыстық кезеңінің жүлдегері Серік Сырым информатика роботы техника секциясы бойынша 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Тосалиева Зарина Сериковна. Аудандық мұғалімдер арасындағы өткізілген спартакиада жарысында волейболдан ерлер арасынан жүлделі 1-ші орын дипломмен марапатталды. Ұлттық валюта теңгенің 30 жыл толуына орай мектебімізде баскетбол үйірмесінің жетекшісі Закир Фазиевтің ұйымдастыруымен баскетболдан аудан мектептерінің оқушылары арасында жарыс өтті. Жарыс қорытындысы бойынша Төле би мектебі жүлделі 1-ші орын, Дінмұхамед Қонаев мектебі 2-ші орын, Жібек жолы мектебі 3-ші орын және де Ахмет Байтұрсынұлы мектебі 3-ші орынды иеленді. Алға ауылы Амангелді мектебі аудандық 9-11 сынып арасындағы волейболдан өткізілген мектеп лига жарысының финалына өтіп, үздік 10 мектептің ішінен жүлделі 1-ші орынды иеленіп, облысқа жолдама алған мектебіміздің волейбол үйірмесінің оқушыларын құттықтай отырып, облыстағы жарысқа сәттілік тілейміз. Үйірме жетекшісі Ануар Дүйсеке. 2024 оқу жылының 14 қараша күні дебат үйірмесінің жетекшісі Демеспаев Бауыржан Батырханұлының ұйымдастыруымен 8-9, 10 сынып оқушылары арасында Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңгенің 30 жылдығына байланысты кәсіп ашу үшін несие алу тиімді ме тақырыбында мектепшілік дебат турнирі өткізілді. Сабақтайм жобасы аясындағы жұмыстар. Аудандық сабақтайм жобасы аясында өткізілген аудандық іс тәжірибе бөлісу мақсатында мектебіміздің педагог шебер мұғалімдері сабақтарын таратты. Олар география пәнінен Айгүл Хаджиева, математика пәнінен Гүлбану Құрманбекова, бастауыш сынып мұғалімі Қаламқас Ибашева білім бөлімінің алғыс хатымен марапатталды. Құтты болсын. 15 қараша күні Жібек жолы мектеп-лицейінің орыс тілі мен әдебиеті және ағылшын тілі пәндер бірлестігінің айлығы аясында жоспарланған төңкерілген оқыту әдісін орыс тілі мен әдебиеті, ағылшын тілін оқыту үдерісінде тиімді қолдану тақырыбында аудандық семинар ұйымдастырылды. Семинарға аудандық білім бөлімінен әдіскерлері және аудан мектебінің орыс тілі және ағылшын тілі пәні мұғалімдері, сонымен қатар жас мамандар да қатысты. Мектебімізде 13-17 қараша аралығында қыздарға жинақылықты, өзгеге еліктемей, өз болмысымызды дәріптеу мақсатында бұрымды қыз челленджі ұйымдастырылды. Сонымен қатар, мектебімізде халықтың мәдени мұрасын сақтау, ұлттық ойындарды насихаттау, салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында 494 өнер ұлттық мәдени ағартушылық жобасында асық ату ойындары ұйымдастырылды. Лицей тынысы апта жаңалықтары осылайша аяқталды. Сіздермен болған 8-ші Б сынып оқушысы Садықбай Амира. Назарларыңызға алғыс білдіремін. Қош сау болыңыздар.